Баяғыда естеріңізде ма, 17 жылы бір қазақ әйелдің маған қоңырау шалып, сосын онымен сөйлескен аудио жазбамды ютубке таратқам. Егер осында көріп отырса, жігіттер тауып салса болады. Күйеу екеуі Қытайда туып өскен қазақ, Қытайда үйленеді, Қытайда бір балалар болады. Аңсап Қазақстанға көшсек деп көше алмайды. Сөйтіп Қытайда туған баласының атын аңсар қоя ма, сондай бар. Қазір дәл айта алмай тұрмын. Себебі паспортын жасамай қояды. Содан бұл әйел өліп тіріліп паспортын жасап, күйеу екеуі келеді, бірақ аңсарды Қытай кепілге алып қалады. Соң Қазақстанға келеді, Қазақстанда балаларын туады, екінші баласын. Отанға келдік қой деп, оның атын Отан қояды. Содан екінші баласын үшінші баласын туама, оның атын Отан келді қояма, сондай бар. Сөйтіп жүргенде Қытайдағы баласын өздерің келіп алып кетпесеңдер бермейміз деп Қытай аяқ астынан жылымықтанған құсап. Сонымен әйелі бар, міне мен келдім баланы бер десе бермейді, сен азамат екенсің. Ойбай онда деп күйеуінің жаңа Қытай паспорты қолындағы кез екен, дереу Қытайға барып, міне мынау Қытай азамат, енді ана Қытайда кепілге қалған баламызды бер десе, сонымен бас салып күйеуін ұстап ап жібермей қояды. Бас салып күйеуін ұстап. Сөйтіп жүргенде жаңағы туғыш әйел Қытайға барып, күйеуін қамамайды, бірақ паспортын алып ап баласымен қоспай, Қытайда туған бірінші баласымен жібермейді. Сөйтіп жүрген кезде ана әйел енді Қазақстан азамат, сөйтіп Қытайға барған күйеуімен иіскесіп жүріп, әгі жерде көтеріп қап, сонымен тағы бір баласын сол жерде туады. Қытайлар енді қараса списікте бәленбай бала, ойбай бұны алып кет деп, туу куәлігін беріп, әйтеу оны заңсыз түрде шекарадан шығарып салады. Себебі артық туса, жергілікті басшылардың бәрінің мансабы төмендетіледі, себебі артық туды. Болды, бұл бала енді мүмкін емес Қытайдың азаматы. Оны өткізейін деп тұрған қазақта жоқ, алып кеп Қазақстанға кеп пропискаға тұрғызып қазақ азаматтығын алады. Содан күйеуді жібермейді. Сөйтіп жүріп, мына МСПС деген Қытай мен қазақ ортасындағы еркін сауда аймағы деген бір аймақ бар. Екі ортаға жаңа жақтан Қытай азаматтары, мын жақтан қазақ азаматтары бар, бір-бірімен кездеседі. О жерде қонақ үйлер ашып қойған. Қонақ үйдің бәрі Қытайдікі, қазақ ашпайды. Қытай енді өз жерге қанша камера қойды, оны өздері білер. Сөйтіп бір-бірін екі жақта қалып көрісе алмаған ерлі-зайыптылар әлгі Қытай қазақ ортасындағы шекарадағы еркін сауда аймағында ресторан да бар, кафе де бар, қонақ үй де бар, жаңа аралап қыдырып саудалатыны бар. Таңғы сағат 8-де 9-да кіресің, сонымен кешкі сағат 10-да ма кері шегіндіреді екі жаққа. Қытай азаматын Қытайға қайтарады, қазақ азаматын қазаққа қайтарады. Сөйтіп жүргенде әлгі келіншек Қытайдан келе алмай жатқан күйеуімен МСПСте кезігіп, сол күнде кезігеді екен. Күндіз сағат ерте барып кезігіп ап, қонақ үйді ашып ап, кафесінде тамақ ішіп алады екен де, кеш батқанда екеуі екі жаққа қайтады екен, тағы кезігеді екен. Сол қонақ үйді ашып ап, ерлі-зайыпты екеуі жаңағы мауқын басып, жылап еңіреп, қосыла алмадық-ау деп, содан балалары әкелерін көріп, содан қайты сөйтіп жүргенде өз жерден тағы көтеріп қалады ғой әйел. Сонда маған звондағанда жүкті кез екен. Енді бұл баланың атын МСПС қой деймін ғой. МСПС қой, немесе Шекарабай қой, Шекарабек қой деймін. Сол аудио бар, 17 жылғы аудио тұр біздің YouTube каналында. Міне сол МСПС Қытай қазақ сауда орталығы екі жақтан да визасыз. Ана бір кішкентай бір сауда орталығы сияқты ғимарат. Онда Қытайдың саудагерлері де тұр, қазақ саудагерлері тұр. Мына жақтан қазақ кіреді, бірақ күнбе-күн кері қайтады. Ана жақтан Қытай кіреді, күнбе-күн кері қайтады. Қытайды қазақ жеріне жібермейді, қазақты Қытай жеріне жібермейді. Енді сол жерде бұл бейшара қазақтар бірімен бірі жүздесіп мауқын басып жатыр. Масқара. Әлгі аталмыш Тоқайдың Қытаймен визасыз режимі қайда қалды, Қытаймен әгі достығы қайда қалды. Міне, кеше Атажұрттың YouTube каналында Үрімшіде қазақтар қаңғырып жүр деген мақала жарияланды. Ол мақала Жасалашта жарияланған, сол Жасалаштағы мақаланы бөліп жаңағы YouTube каналына оқытып салдық. Неге? Үрімшідегі Қазақстанның паспорттық визалық қызметі, яғни консул статусы жоқ консулы қазақтардың визасын ашу үшін пара дәметкен.
Сонымен қазақтар ол жерде ол параны бергеннің өзінде жаңағы жарым жыл, бір жылдан бері виза аштыра алмай тентіреп жүр екен. Бар мақсаттары Қазақстанға көшіп келу. Делдалдарды қаптатып қойған. Қолдан қиындық жасайды. Күніне 20 қазаққа виза берсе берді, бермесе ол да жоқ. Міне көрдіңіз ба? Қытайдың қазағының қазір соры қайнап тұр. Қазақтың бюрократиясы бір қайнатып тұр. Қытай әсіре шовинистік, импершілдік, зорокерлік саясаты екі қайнатып тұр. Екі жақтан қорлық көрген қазақтың көз жасы құрғамай тұр. Енді сол мынау жылымық саясатты пайдаланып, о жақтағы туысымен көрісіп, немесе осы жақтан үй ашып, о жаққа барып, немесе о жақтан келіп Қазақстанды көріп болды, мен қайтайын, өкімет дұрысталды, Қытай баяғыдай қанішер емес деп қайтайын деген қазақ қайтатын. Немесе Қазақстанға келіп, бизнесін тартқызып ап, ресторанын тартқызып ап, ақшасынан айырылып, біздің бюрократ қанішерлер қанын теспей сорып, тірлігін оңай алмай, қой енді Қытайға қайтайын деп қайтқалы жатқан қазаққа. Немесе о жақтан туысшылап келіп, болды қайтайын деп қайтқалы жатқан қазаққа айтатыным. Қытайдағы зұлымдық енді қайтадан сол 2017-2018-дегі сияқты басталғалы тұр. Мен жамандықты шақырып тұрған жоқпын. Асығып үсігіп, аузыңа жылан жұмыртқаласын деп арзан қарғыс айтпа. Аузыңа жылан жұмыртқаласын демек түгілі, аузыңа динозавр жұмыртқаласын десең де, Құдайдың бол дегені болады. Ол қарғысың өзіңе зымыран болып, рәкете болып қақ төбеңнен ұрады. Мен болып жатқан шындықты айтып отырмын. Алдын ала сақтандырып отырмын. Ой, биыл қыс ұзақ болады, қар қалың болады, шөпті көп жинаңдар деп көреген ақсақалдарымыз айтып, 6 айға 7 айға созылатын қыстың қамын жаздан бастайды. Шөп шабуға жалқаулығы жар бермей жүрген жігіттерге ескертетін. Малыңды қырып аласың, арамың қатады дейтін. Сол шалдардың айтқаны, ақсақалдардың дегені дәл келетін. Мен де солмын. Ай, биыл мұна апат болады, мұна апат болғалы жатыр деп ескертетін. Мен де соны айтып отырмын. Жер сілкінетін өңірден келгендер біледі. Мысалы, мен де жер сілкінетін өңірден. Бақа қаптап жер бетін жауып қалады. Маса шіркей көбейіп кетеді. Қарлығаш бүкіл құс жер бауырлап ұшып, жаңағы балықтар шоршып, өзенде көлде балықтар аспан қыршып атылып кетеді. Соны көрген ақсақалдар айтады, жер сілкінеді екен дейді. Міне, сол кезде солған қазақтар жағыңа жылан жұмыртқаласын демейді. Мен де соны айтып отырмын. Мен осы Қытайда зұлымдық қырғын басталатынын 2010-2011-ден бастап айттым. Қазақстан шақырғанда келмедің, енді ертең босып келесің, қашып келесің дедім. Айтқаным айдай келіп, 6 қазақ қашып келді. Қаншама қазақты жаңа ойбай шулатпа, біз өзіміз айтып береміз, битіп береміз деп жүріп, Қазақстанның ұлттық қауіпсіздігі Қытайға жасырын қайтарып, Қытайға әр қазақтан 80 мың, 90 мың доллар сыйлық алды. Қытайдың ұлттық қауіпсіздігінің WeChat текшесінде 6 ай 0 аралық, іле 0 аралық дейтін, Қытайша 6 ай лиңжүйлің, или лиңжүйлің дейтінде, қашуды жоспарлаған адамдарды әшкерелегендерге 90 мың доллар сыйлық береміз деді. Қытайша 500 мың юан сыйлық береміз деді. Сол 500 мың юан сол кезде 80-90 мың доллар еді. Соны біз алдын ала айттық. Шақырғанда келмесең қашып келесің. Ол кезде Қытайдың қазағының қалтасы қалың, көйлегі көк, уайымы жоқ, қарыны тоқ, ішкені арақ, шеккені темекі, тойдан той, жаңағы мысығының туған күніне той жасап жүрген. Ақша деген жетеді, ең төменгі айлық 1000 доллар. Ол шыны, солай болды. Ең төменгі айлық 1000 доллар. Анау бір оқуға жарамай қалған, 10 жыл оқып атын жаза алмайтын бейшара маңқаны алып келіп, бас салып ұстап, жұмыс орналастырып, басына
делдеген полицейдің көмекшісі деген қалпақ кигізіп, форма кигізіп, әлгі бейшараға да 3000 юан айлық ұстата салған болатын. Сонда есептей беріңіздер. 1000 юан о кезде жаңағы қанша ақша еді. Міне. Сөйтіп әлгілердің барлығы сөйтіп байып кеткен болатын. Қазақстанға келеді, ол кезде қазақ күткеннен шаршаған болатынбыз. Мынау Көктөбеге шығаратын анау канатный жол бар ғой, аспа шарбақпен шығарады ғой Көктөбеге. Мына Алматыдағы Абай даңғылы мен Достық даңғылының қиылысындағы Республика сарайының қасынан Көктөбеге шығаратын анау аспа жол бар болатын, аспа шарбақты жол. Сол жердегі билет сататын келіншек пен басқарушы келіншек маған айтатын өз, сіз не өз туристарға сервис жасайсыз ба, гидсіз ба, кімсіз деп. Неге? Күнде келеді. Күнде туыс. Оның қандай туыс екен мен де тексеріп миым жетпейді. Тіпті Қабанбай атамның ар жағында өзі 20 атамы 30 атадан туысатын қазақ келеді. Үйіңде жатады, аяғын жумай шуаш сасып. Өзі тар үйіңде өзі 3 бөлме үй, коттедж жоқ болатын. Сол 3 бөлмелі үйде 4-5 семья жататын ғой, бала, солы, қызы, келіні. Тепкілесең кетпейді. Енді күтіп жазсан, қазы қарта қымызын беріп жүрсең кім кетеді? Бас салып жаңағы алдын тіпті бөлектеп отаулағанда үй жалдап беріп бөлек шығарып қойды. Сендерге жақын жерге үйге тұрайық дейді. Неге? Тегін тамақ, тегін көлік, тегін сервис әйтеу. Көшіп кел. Солар қыдырып, ішіп, жеп, алдын Астана, Түркістанға дейін қыдыртып, көрсетіп, жылы жер болсаң, міне Шымкентке кел, ыстық десең, міне Қызылордаға бар. Әдемі шаһар көрем десең, Астанаға кел, міне жақын десең, Алматыда тұр. Оралман көп десең, Талдықорған, Өскеменге бар деп, бәрін қыдыртып көрсең, қыдырып көріп, ойланайық деп кетіп қалатын. Ойланайық деп кетіп қалатын. Мына көкшөп аз екен, картоп көп екен, ет жақсы екен, дәмді екен енді, қымыз жақсы екен деп, сол Қытайның жаңа неше түрлі шөпке қосатын жасыл шөптерін, неше түрлі Қытайдың салаттарын сағына ма, айлығын қимай ма кетіп қалатын. Соларға жылап, көзімнен жас ағып еңіреп, ей, мынау Ши Жинпин деген сұмырай келді, енді екі аяқтарыңды бір етікке тығады, қызыңды қолыңнан тартып ап, Қытайға қатын қылады, Қытайдың мына 40-40 жыл үлбіреген қызыңды қатындық қалады, мазақтап қор қылады. Ол Қытай тарихтан бері солай, мазақтап қор қылады, қор боласың, сорлы боласың десек, сенбей кеткен. 13-ші жылы мен зарылап, мақала жазып, лекция оқып, Қытайда мынау сұмдық басталғалы жатыр, мәдениет төңкерісі келмейді демеңдер, келеді. Мына Ши Жинпин деген сұмырай сондай деп тұрып мен айтқанда, жұрт мені мынау басын ара шаққан ба, ат теуіп кеткен ба деп мазақтаған. Экономика дамып ұшып бара жатыр. Қытай деген дүниенің міне екінші үлкен экономикалық алып елі болды. Доллар қор жағынан дүниенің бірінші доллар қор Қытайда тұр. Біз деген биттік енді. Қазақстан енді әлі дамымапты, кейін келейік. Баладар оқысын енді. Баладар о жақта қазақ мектеп жабылып қалып, баладар кеп сол оқысын енді. Біз енді сол жақта тұрайық деді сол қазақ. Айтпадым емес, табалағаным емес, шындық осы. Табалап тұрған жоқпын, табадан Құдай сақтасын, ондай тәкаппарлығым жоқ. Жауыма дейін кешіріммен қарайтын, жүрегі кең, Құдай жүрегіне махаббат, мейірді молынан берген жігітпін мен деген. Шындық солай болды. Солар кетті. Сол кезде мен 13 айттым, 3 жылдан кейін Қытайда қырғын жойқын бастады. Миллиондап концлагерге қамады. Мен айтқан соң, мен осындай болады деген соң қамаған жоқ. Себебі 2000 жылы Фалунгоңның 6 миллионын қырып салған Қытай коммунистері. Міне, 2005-2006-да Тибетті қырып салды. Қанша миллион Тибет өлді, ол белгісіз. Ол белгісіз. Міне соның бәрін көріп отырмын. 1997 жылы ұйғырларды қанадай қырды. 2009 жылы июльдің 5 күні Үрімшіде ұйғырларды қанды қасап қырғынға ұшыратты. Соның бәрін мен көрдім. Сөйтіп, мен қазаққа айттым. Ұйғырдың басына келген қанды қасап қырғын енді сенің басыңа келеді, дедім.
Сөйтіп алдын ала осыны айттым. Сонда сен көріп келсің ба, сен немене бақсысың ба деп тал шайнап өзімді сылтың қылтың қылғандар міне қазір сол айналамда. Енді қазір мынау Қытай аяқ астынан ана қан аузын сүртіп, ана қазақтың қанын теспей сорған аузын сүртіп, анау көзі күліп, беті күліп, аяқ астынан қазаққа жылымық саясат қолданса, қазір Қазақстанда ойбай Қытай жақсы, орыс жаман депті. Орыс жақсы, Қытай жаман деген адам ақымақ. Қытай жақсы, орыс жаман деген адам ақымақ. Орыста, Қытайда қазаққа еш жақсылық істеген жоқ. Орыста ата жау, Қытайда ата жау. Қытайға сүйеніп, орыстан сақтанам деген адам ұлттың жауы, не топас. Орысқа сүйеніп, Қытайдан сақтанам деген адам, ол да не топас, не ұлттың жауы. Біз осы екі көршіден тарих бойы тек қана қынадай қырылып келген бейшара әлсіз қауымбыз. Бізге бұл екеуінен ешқашан жақсылық келмейді. Қазақтың күшейгенін, көбейгенін, көктегенін, көгергенін орыс та Қытайда қаламайды. Осыны білейік қазақтар. Осыны анық түсінейік. Ал енді мұна Қытайда зұлымдық қайта басталады дедім. Ши Цзиньпин келіп айтып кетті. Бұл Ши Цзиньпин былтыр ғана бір барып қайтты. Бұл Мау сияқты. Мау өзі коммунист болғанмен бақсы бәлгерге өлгенше сенетін адам. Сен батысқа барма, Шыңжаңға барма деп оның ең сенетін бақсысы айтып кеткен, сонымен Мау Шыңжаңға келмей кеткен. Мына Мауды құдай көретін Ши Цзиньпин деген сұмырай, ол батысқа бармайды. Апат болған жерге бармайды. Мау да солай, апат болған жерге бармайды. Бұл да мына халқын су алып, су басып жатса жоламайды. Ал бұл батысқа бармай, оңтүстік Африкадан кейін неге кетті? Себебі Қытайдың бақсылық фэншуй және балгерлік жаңағы ишуе деген ұғымы бойынша, жаңағы балгерлік ұғымы бойынша, ол шығыстан батысқа келмей, ана батыстан, яғни Африка құрлығынан Шыңжаңға келсе, онда ол жаңағы батысқа барсаң бағың төмендейді, батысқа барсаң бағың төмендейді деген. Мысалы, өлді дегенде Қытайлар гүйшилі дейді, батысқа кетті дейді, гүйши дейді, батысқа кетті дейді. Сондай бір ұғымдары бар. Бұл да Маудың сол бағытын, шайтани бақсыгерлік бағытын ұстанады. Ал батыстан Үрімшіге келсе, онда ол шығысқа барғанға болады. Сонымен осы жол Үрімшіге түсіп, енді заһарын шашып қайтты. Бұл бірінші заһары. Екінші заһары. Мынау батыстың теріс үгітіне қарсы тұрып, Шыңжаңның өзіне сенімділігін арттырып, дүниеге оң ақпарат танытайық дейді. Демек, енді әртіс көбейеді. Енді Шыңжаңды мақтайтын әртіс көбейеді. Қытайды мақтайтын қазақ көбейеді. Ол Қазақстанның қазағы болуы мүмкін, тіпті орысы болуы мүмкін. Сөйтіп, Қытай бір қолымен қанды қасап, қырғын жасап, ана жақта ойран салып, мына жақтан ел жұртты мақтатып қояды. Бұл ежелдің ежелінен Қытайдың әдеті. Қазір мынау Қазақстандағы шегірткелер, мынау Қазақстанда той төкімде ән айтып, жаңа құрбан ән айтып, жынкеш болып, надан қазақтың әншіге, бишіге, былғаққа табынатын жаман ауруынан ақша жасап жүрген сұмырай шегірткелер Қытайға барғыш болды. Бірақ сол сұмырайлар Қазақстанға кеп, Қытайдағы бауырлары туралы бір ауыз сөз айтпайды. Не Қытайдағы бауырлары қынадай қырылып жатқанда мәу деген жоқ. Енді о жаққа Қытай аяқ астынан рұқсат беріп, Қазақстаннан әнші шақырсаң рұқсат дегенде Қытайда қазақтардың тойына барып, концерт беріп, Құлжада, Үрімжіде концерт беріп жүрген мына шырылдауық шегірткелер барған кезде де бауырларым қалайсың дей алмайды, келгенде де о жақтағы бауырларының жағдай туралы дым айта алмай отыр. Тек Инстаграмда алған құшақ-құшақ гүлін мақтанып салғаннан басқа түк істеп тұрған жоқ. Бірақ жалпы бір нәрсені айтам, бұның бәрі уақытты. Сосын мына шырылдауық шегірткелермен аралас құралас жігіттерге, қыздарға айтам. Ана басында грамм миі жоқ шырылдауық шегірткелерге айтыңыздар.
нәпсісі асып тасып барса да қонақ үйінде абайласын. Қонақ үйі толған камера оны түсіріп алады. Сосын ана жаным күнім деп үлбіреп үзіліп тұрған қыздар бола ма? Жоқ ана ұрғашы шегірткелерге жаным күнім сен не деген сұлусың деп асылып тұрған Қытайдың мейлі ұлты қазақ мейлі ұлты Қытай немесе ұлты басқасы бола ма? Абайласын. Себебі Қытай ұлттық қауіпсіздігі оның бәрін жасырын түсіріп алып, ертең соларды бопсалап мал қылады. Әлгілер мал болғаны соншалық Қытай айт дегенді айтып, Қытай істе дегенді істеп кетеді. Сөйтіп қорлықпен өмір өтеді. Ертең ұсталып қалса, біз оның басын шабамыз. Сондықтан ол мейлі ұрғашы шегіртке болсын, мейлі еркек шегіртке болсын, о жаққа шырылдап ән салғалы барғанда нәпсісіне берік болсын, өзін өзі ұстасын. Ана қонақ үйінің әжетханасынан тартып моншасына дейін, төсегінің алды-артына дейін тұтас камера. Баяғыда мына Қазақстаннан Қытайға баратын министр, орынбасар министрдің қанша ұсталып қалды, Қытай соған жаңа бой 1,80 м, небір албастының апасындай әпіреспен әдемі болып алған шайтан қыздарын қойындарына салып беріп, қазақтың қаншама атқа мінерін өздерінің иті қылып алды. Міне солар осы күнге дейін, тіпті өмірінің соңына дейін сол Қытайдың иті болуға шаралы, иті болмасқа шаралары жоқ. Менің айтатын сөзім осы. Бұл бүгінгі екінші тақырыбым. Енді үшінші тақырыбымды айтайын. Бұл тақырыбым, бұл енді қазақтарға сәл қызық. Атом және тұз туралы. Жапонияда теңізге атом электр станциясын суытатын, теңіз суын теңізге төгу науқаны басталды. Дүние жүзі атом қауіпсіздігі мекемесі Біріккен ұлттар ұйымының мамандары барып бақылады. Сөйтіп жапондар теңізге атом электр станциясын суытатын теңіз суын төкті. Енді Қытайда, бүкіл ішкі Қытайда еңіреген жылаған жұрт және ең сұмдығы Қытайдың бүкіл маркетінде, толайым сататын, жеке сататын дүкенінде, супермаркетінде тұзға талас басталды. Қытайлар қап-қап тұзды жаңағы таласып үйіне, тіпті ана жатым бөлмелеріне тура төбеге жеткенге дейін қап-қап тұз салып тастады. Үйінің қабырғаларын тұтас ана жаңа тұздарды тізген қап қылып. Сөйтіп Қытайда тұз дүрбелеңі туып жатыр екен. Тұз дүрбелеңі туып жатыр екен. Кеше Қытайдың өзі ғана түсінетін Қытай тілінде бір ажуа Twitter салып қойдым. Тағы Минзу VS Ян Хуаңзы деп жазып қойдым. Тағы Минзу дегендегі тағы әсілі жапон ұлты деген мағына беретін. Жапон ұлты дегенді тағы дейді. Мен оған үлкен деген, ұлы дегендегі да, атом дегендегі хыны жазып қойдым. Үлкен атом ұлты деп қойдым. VS, қарсылас дегендегі VS. Сөйттім де Ян Хуаң дедім. Ян, тұз дегендегі Ян, Хуаң деген паника, дүрбелең дегендегі Хуаң. Тұз дүрбелеңі зысүн деп қойдым. Ол не мағына білдіреді? Қытайлар өздерін Ян Хуаң зысүн дейді. Ян мен Хуаңның ұрпағымыз дейді. Баяғыда Қытайдың аңызы бар. Ян тайпасы мен Хуаң тайпасы бірігіп, Хуа тайпасы мен Ша тайпасы бірігіп, содан тарадық деп айтады. Біздің ана хас пенен сақ бірігіп деген сияқты аңыз. Сөйтіп өздерін Ян Хуаң ұрпағымыз дейді. Ян Хуаң. Мен оны тұз дүрбелең ұрпағы деп қойдым. Ұлы атом ұлты менен тұз дүрбелең ұлты деп қойдым. Түсінген Қытайлар түсініп, мысқылдап күліп жатыр. Сөйтіп Қытайда тұз дүрбелең туып жатыр. Оңтүстік Кореяде Жапонның мына ашық теңізге атомды суытқан теңіз суын төккеніне байланысты ереуіл туып жатыр. Гонконгте, Тайванда, тіпті Жапонның өзінде бұл атом электр станциясын суытқан теңіз суын теңізге төгуге болмайды деп ереуіл туып жатыр.
Енді қараңыз. Қазақстан Балқашқа атом электр станциясын салам деп жатыр. Жапониядағы бұл атом электр станциясын суытқан су бүкіл дүние жүзіндегі атом электр станциясын суытқан судың құрамындағы радиациялық зияны ең төменгісі екен. Ол дүние жүзі атом қауіпсіздігі ассоциациясы мақұлдаған адамға зияны, балыққа зияны ең төменгісі екен. Соның өзіне халық наразы болып жатыр. Тіпті оның радиациясының зияны Францияның атом электр станциясының теңізге төгіп жатқан суынан да аз екен. Бірақ оған қарамастан Жапонның, Корейдің, тағы басқа жердің халқы бұған наразы. Ал қазақ халқы жер бетінде атомның зардабын ең көп көрген халық. 564 мәрте атом жарылды. Қазақ жерінде орыс атом жармаған жер жоқ. Ақтөбе, Ақтау, Атырау, Оралдан тартып Шымкент, Қызылорда атом жармаған жер жоқ. Қазақ даласын мәңгіге улап кетті орыс. Қазақ даласы. Сондықтан қазақтың бәрі ауру. Қазақтың бәрі 40-тан 50-ден өтпей ауру болады. Мүгедек болады. Жүректен өледі. Белгісіз себептерден өледі. Семейде мал, бұзау 2 басты, жылқы 3 басты болып құлындар туады. Неге? Бәрі атомнан. Атомның зардабы ең көп жердің халқы өз-өзінен белгісіз себеппен өліп жатады. Шымкентте атом қазатын, уран қазатын жерді жезқазғанда, мына орталық Қазақстанда уран қазатын жердің халқы 40-тан өтпей белгісіз аурумен ауырады. Не ұзақ жыл ауырып 60-ында өледі, не жастай қыршыннан қиылады. Ал соншама атомның зардабын жер шарында біздей атом зардабын көруші ел жоқ. Сөйте тұра Балқашқа атом электр станциясын саламыз дейді. Мен қазақтарға 3 нәрсені айтамын. Біріншісі, Балқашқа атом электр станциясын салғызу Ресейге ақша беру мақсатынан туып отыр. Ресей сөйтіп, оны Американың, Жапонияның, Францияның, тіпті Израильдің атом электр станциясын салу бағасынан 100 есе қымбат баға салады, сөйтіп Тоқаев Ресейге ақша береді. Бұл бір. Бюджеттен анық ақша береді. Екіншісі, ол атом электр станциясын Ресей салғызды отыр. Одан шыққан энергия, құдай біледі, 99% Ресейге кетеді, оны сұрап отырған қазақ жоқ. Екі. Үшіншісі, ол атом электр станциясын Ресейдің бұйрығымен салып отыр. Ресейлер оны қалаған уағында жарып, Балқашыңды да, Алматыңды да жойып жібермек. Балқашыңды да, Алматыңды да жойып жібермек. Балқашта атом жарылса, бейне Украинада кезінде Чернобыль атом алапаты сияқты апат болса, бүкіл шығыс Қазақстан жер жанат, Жетісудың халқы құриды. Қазіргі орта жастан өткендер өледі, жүрек қан тамыр аурулармен. Жастар ұрпақ сүйе алмай қалады. Міне, бұл атомның зияны осындай. Бұның бәрінде, егер Балқашқа Америкаға атом электр станциясын салғызса, мен оны басқаша қарар едім. Не қажеттіліктен деп. Балқашқа атомды салам деп, өліп өшіп тұрған Ресей, және өліп өшіп тұрған Тоқаев. Себебі ол жердегі атом электр станциясы ешқашан тендермен өткізіп, ал Жапон кел, ал француз кел, ал Израиль кел, ал Германия кел, ал Америка кел, немесе сен атом салалатын қуаттарың бар ғой, сендер салыңдар демейді. Тек қана Ресей алады. Сондықтан бұл жердің артында Ресей тұр. Балқашқа атом электр станция салғызба. Екінші нәрсе. Сенің дүрілдеп тұрған, жүріп тұрған зауытың бар ма қазір? Зауытың жоқ. Аяқ астынан Алтын Орданың, базардың электрін қиып, аяқ астынан Астанада электрді өшіріп, ана облыстарда, Қызылордада, Ақтауда электрді өшіргеннің бәрі ойын. Сөйтіп, ойбай электр жетпей жатыр, атом электр станция салайық дегенге әкеліп отыр. Бұның барлығы ойын. Сенің дүрілдеп электр энергия жетпей тұрған өндірісің жоқ. Сен дамбалды тіге алмайтын қазақсың. Сен байпақты Қытайдан экспорттайтын қазақсың.
Сен ұлан қайыр жеріңде соншама жер тұрып, мына алманы, жемісті, помидорды Қытайдан кіргізетін қазақсың. Ана тәжік сарттар кеп жеріңе қарбыз әкесе, беттің арын белбеуге түйіп қойып, ана тәжіктің тізіп қойған қарбызын барып жан таласып құшақтайтын қазақсың. Сен мына жеріңді Назарбаевтың, Тоқаевтың әулеті миллион гектар жеріңді алып, арамшөп өсіріп қойып, анда-санда сол аңатып жүр, бірақ былайғы қазақтың 10 сотық жері жоқ үй салатын. Көргенді алып, арамшөп өсіріп қойып, анда-санда сол аңатып жүр, бірақ былайғы қазақтың 10 сотық жері жоқ үй салатын. Көргенде өлген қазақты тегін көметін көрлік жерің жоқ. Ал енді сенің ондай жеріңде тіпті ештеңке жоқ. Қазақ, сен атом электр станциясын салғызып нең бар? Сондықтан қазақ жерінде атом электр станциясын салғызбаңдар. Өл тіріл салғызбаңдар. Оны орыс салады, және орыс сал деп бұйрық беріп отыр. Тоқаев орыстың басыбайлы, кесік құлақ, құлақ кесті, таңбалы құлы. Ол орыстың құлы, және орыстың ұлы, Примаковтың ұлы. Сол салғалы отыр. Ана бұта бүргенді, ағашты, тіпті сиырдың жапасын, аттың тезегін ошағыңа жағып, шай қайнатып ішсең, шай қайнатып іш, ата бабаң құсап. Қазақ жерінде бір атом электр станциясы салынбаса да, қазақ сол ата бабасы құсап өсіп өледі. Бәрібір алғашқы қоғамның ар жақ бер жағында өмір сүріп отырсың. Ауылыңда канализация жоқ, өндіріс жоқ, дәретхананы айдалаға барасың қыстың күні. Міне, интернет жоқ. Сенің атам замандағы Абай Құнанбайдың заманымен еш айырмаң жоқ. Сол үйіңде телевизорыңды көріп, ана былғақтаған қалың шайтанды көргеннен басқа айырмаң жоқ сенің Абайдың заманындағыдан. Саған атомның электріне деген қажеттілік те жоқ қазақ. Сондықтан басыңды тауға ұр, тасқа ұр, беліңе бомба байлайсың ба, жоқ үстіңе бензин құясың ба, Балқашқа атом салғызба. Балқашқа атом электр станциясын салғызса, Алматыда, орталық жер жаннаты Жетісуда, бүкіл шығыс Қазақстан бәрін құрисыңдар. Қашан айттың деме, ескерттім. Егер Балқашқа атом электр станциясын салса, мына қазіргі билік басында отырғандардың барлығын отқа қақтап, ат құйрығына сүйретіп өлтірсең де кегің тарамайды. Себебі ұрпағыңның ұрпағына 1000 жылға жететін қасіретті арқалатып кетесіңдер қазақ. Бүгінгі тірі жүрген қазақ, ертеңгі ұрпақ үшін жауаптысың. Тұқымың тұздай құриды. Тұқымың тұздай құриды. Сондықтан атом салғызба. Жақсы, менің сөзім бүгінше осымен тәмам. Аман, сау болыңыздар.